Екінші бүлдіршілі. Ал енді мен осы бір Асқар Тоқмағамбетовтің көптен бері кітаптың бетіне шықпай жүрген осы өзімнің атамнан үйреніп алған сол бұрынғы бала кездерінде жатқан екен. Соны айтып берейін. Шалдар емес ол. Дайын шал. Шалдардан қашып ешқайда бара алмайсың. Желіккен жеңгелеріміз. Ана ес жауып тастаған. Үйден шығып Жаппа, үйден шықпай жүрер қазір. Желіккен жеңге болып. Түнімен ұйықтап, түсте тұрады. Бірде сағат, үште тұрады. Түсте екен ғой. Түсте сағат үште тұрады. Бір-екі сағат айнада тұрады. Бір бетін, бір сыртын айнаға бұрады. Сыпайылап, майылап, сылайды келіп. Дударлап, шашын бұрайды келіп. Мұна бір қампиған қарын екенде келмей, резеңкемен қинайды келіп. Моды таңдайды келіп. Тастайды қаспен, маңдайды келіп. Өзі бір басқа, киімі бір басқа. Не көрсе соның бәріне жетік. Істейтін түкте жұмысы болмайды. Сондықтан жеңгелер еріге түседі. Ал еріккен жеңгелер не істейді? Еріккен жеңгелер желіге түседі. Содан бір телефонды алып звонит етеді. Звонит еткенде мәшине жетеді. Жамандаватыр. Мәшине жетеді. Ателемоттардан киім таңдайды. Ателемоттардан қалмайды. Сен сүйіп жүрдің. Енді не дейміз енді сөзге? Бастан. Дайындықсыз қой.